Қайырлы күн, ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған айдарымызды жалғастырамыз. 1999 жыл ұрпақтары бірлестігі мен сабақтастығы жылы. 1999 жыл 10 қаңтар Қазақстан Республикасы президентінің сайлауы өтті. Тұңғыш рет баламалы негізде демократиялық үрдіспен өткен бұл сайлауда Қазақстан Республикасының президенті болып 81,171% дауыс алған Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қайта сайланды. 1999 жылы қаңтарда Нұр Отан Республикалық саяси партиясы құрылды. 1999 жылдың басты оқиғаларының бірі тәуелсіздіктен кейін алғаш рет ұлттық халық санағы өтті. 1999 жылдың ақпан-наурыз айларында өткен санақ барысында халық саны 14.652.7 мың адамға жетсе, ондағы қазақ ұлты 53.4%-ды құрады. 1999 жылдың шілдесінде Астана қаласы ЮНЕСКО-ның әлем қаласы сыйлығымен марапатталды.